Адамның мінез-құлқына ұқсас маймылдар өздері мекендейтін аумақтарын белгілеп, сол жерде топтасып өмір сүреді. Көбіне ағаш бұтағы арасына бұтақты иіп, бұтағы арасына бұтақты иіп, күрке салып түйнейді. Қорегі өсімдік жемісі, жапырағы, гүлі, тамыр жемісі, жәндіктер сирек те болса жәндік қоректілер. Бұларға гиббон, шимпанзе, орангутан, горилла жатады. Олардың дене тұрғы 15 см-ден ергежейлі игурунга 2 метрге, горилла салмағы 400 кг-нан игурунга 180 кг-ға дейін болады. Маймыл пиропаттар отрядына жататын ең жоғарғы сатыдағы сүтқоректегі маймылдар және адам тәрізді маймылдар отряд тармағын құрайды. Бұлар екі топқа бөлінеді. Кең танаулы маймылдар оңтүстік және орталық Американы, ал тар танаулы маймылдар Азия мен Африканы мекендейді. Маймылдардың көпшілігі жерде жүретін павиан, горилладан басқалары ағашқа өрмелеп, бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаш басында тіршілік етеді. Сондықтан бас бармағы үлкен, башайы қалған саусақтарына қарама-қарсы біткен. Орманда таулы жерлерде мекендеуіне байланысты көру, есту қабілеттері жақсы жетілген, иіс сезімі нашар дамыған маймылдар миының көлемі, салмағы, даму дәрежесі жөнінен басқа сүтқоректі жануарлар арасында жоғары сатыдағы маймыл тәрізділер таяқты тасты қорегін алуға, жауынан қорғануға құрал ретінде пайдалана алады. Маймылдардың көптеген мінез-құлқы ренжу, қуану адамның мінез-құлқына ұқсас. Маймылдар өздері мекендейтін аумақтарын белгілеп, сол жерде топтасып өмір сүреді. Көбіне ағаш бұтағы арасында бұтақты иіп, күрке салып түнейді. Қорегі өсімдік жемісі, жапырағы, гүлі, тамыры жемісі, жәндікті сирек те болса жәндік қоректілер маймылдар әр алуан болады. 2016 мешін жылы болғандықтан бұл мақұлықтардың ерекше суреттері адам бойында қызығушылық оятаны даусыз. Жапонияның Хонсю аралындағы макалалар бұл маймылдар ерекшелігі басқа туыстарына қарағанда 30-35 градус суықта өмір сүреді. Қатты қақаған аяздарда жыл 12 ай ыстық боп тұратын көлшіктерге шомылып жан сақтайды. Гелот қой мен маймыл арасындағы ерекше жануар. Маймылдың бұл түрі приматтар арасындағы тек шөппен қоректенетін жалғыз түр. Ғалымдардың тағы бір байқаған ерекшелік гелоттар қасқырдан қорықпайды. Маймылдың бұл түрі шимпанзелер туысқаны бобонобо деп аталады. Шимпанзеден өзінің бәкене бойымен және аяғының ұзындығымен ерекшеленеді. 2011 жылдары оңтүстік Африканың Кейптаун қаласында бабуиндер өзінің террориялық әрекетімен көзге түсті. Негізінде бабуин кішкене маймылдардан саналмайды. Ұрлығы әрекеттері арқылы жұрттың мазасын жиі алады. Жануарлар қылмыстық әлемінде өзіндік орны бар. Ондаған жылдар бойы Барселона саябағының тұмарына айналған